Негізі біздің елде баяғыда оң өзгеріс болушы еді негізінде. Бірақ оң өзгерістің болмай тұрғанына ең бірінші себеп мынау діннің кесірі. Мына біздің діннің атын жамылып, мына фарисей имамдар. Мен бұл фарисей имамдар жайында да әбден зерттеп білдім. Сонау тарихтан бар зат бұлар негізінде. Фарисей имамдар бұрыннан бар негізінде. Адамзат баласы бірінші Санжар Керімбай жақсылап тұрып айтып берген бұл фарисейлер жайында. Адамзат баласы бірінші тирандардан зардап шексе, ұшан теңіз шегі жоқ зардап шексе, екінші осы фарисейлерден зардап шекіп келе жатыр адамзат баласы. Фарисейлер деген адамдардың сондай бір ең жиіркенішті отрядына жататын сондай топ. Олар кімдер олар? Олар кәдімгі иманның шапанын жамылып, екі сөзінің біріне Алла тағаланың атын қосып сөйлеп, адамдарды таңдау еркінен айырып, соңында сол қоғамды құрдымға кетіріп тынады. Сөйтіп тағыны енді осыған сабыр, шүкір деп тәубе еткендер жәннатқа барады деп, одан ары қарай соға береді, сөйтіп халықты алдауын жалғастыра береді. Бірақ өздері астың асылын жеп, тонның қамқасын киюден алдына жан салмайды дейді. Мысалы, Санжар Керімбай айтады. Бұлар рас нәрсе негізінде. Мысалға, қазір біздің Қазақстандағы діни басқарма, мысалға, Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз дейді. Бірақ Абу Ханифа деген сол имам Ағзамның өмірбаянын зерттеген адамдар бар ма осы араларыңызда? Мысалға, мен аз кем зерттеп көрдім сол кісінің өмірбаянын. Имам Ағзам Абу Ханифа ешқашан өзінің замандағы зұлым патшаға бағынбай өткен адам ол сол кезде. Мына халықты маған бағындырып берген, халықты мен уысымда ұстайтын болайын, мен саған қызмет берейін, барлық жағдайыңды жасайын деген кезде имам Ағзам бұған келіспеген. Сол үшін имам Ағзамды зынданға қамап, аштықта ұстап, суықта ұстап, мысалға, арқасына дүре соғып, сондай қорлық көрсеткен сол кезде. Соның зиянынан ол өмірден өткен адам негізінде. Сол зұлым патшаның қолынан өлген адам имам Ағзам деген. Бірақ ол имам Ағзам өзінің ар-ұятын барлығынан жоғары ұстады бұл жерде. Біздің дініміз негізінде ар-ұяттың діні, ислам діні бар ғой жалпы. Бұл деген мынандай өтірік тәубе шүкір фаризейлердің діні болып кетті бүгінгі таңда. Бірақ шын мәнінде біздің ислам діні ар-ұяттың діні бірінші кезекте. Мысалға, намыстың діні керек болатын болса. Ал мына қазіргі имам Ағзамның жолын ұстанамыз деген бүгінгі имамдар мүлдем басқа жолға түсіп кетті қазір. Имам Ағзамның жолынан мүлдем басқа арнаға қарай түсіп кетті қазір. Оны мына діни сауаты бар кез келген адамдардың бәрі айтып жүр, соның ішінде мен де айтып жүрмін қазір. Мына ислам мемлекетіміз мұсылманбыз деп жүрген өзбектер бар, тәжіктер бар, түркмендер бар, қазақтар бар, әзірбайжандар бар. Барлығы осындай тиран зұлым билеушілердің табанына жаншылып, мысалға, экономикасы тұралап, тіпті жойылып кетудің алдында тұрған елдерге айналып жатыр қазір. Мысалға, қараңдаршы, Әзірбайжанда мысалға Гейдар Алиев деген адам бар еді, бұрынғы президенті. Сол өзінің орнына қазір Ильхам Алиевті қалдырып кетті. Бұрын Гейдар Алиевтен зардап шеккен халық енді мынау Ильхам Алиевтен зардап шегіп жатыр қазір мысалға. Енді Ильхам Алиев қыздарына дейін министр қылып қойып қазір, алдағы уақытта ол да баласын тастап кетуді ниет етіп жүр қазір билікке мысалға. Дәл сол сияқты Тәжікстанда да жағдай сондай болып жатыр. Тәжікстанның халқы босып кеткен бүгінгі таңда. Жұмыс іздеп шетелге ағылып, барлығы елінде азамат қалмаған. Өзбекстанның да сол мысалға. Қазақстанда да сол жағдай. Қаншама адамдар оңтүстік Кореяға, жан-жаққа кетіп қалып жатыр. Мен айтайын дегенім, жалпы, біздің бұл нені көрсетіп тұр? Біздің дініміздің мүлдем басқа арнаға түсіп кеткенін. Мен үнемі айтамын осы күнге дейін. Біздің дініміз негізінде біздің халықты қараңғылықтан жарыққа алып шығатын дін негізінде да. Ислам діні сондай болу керек. Бірақ өкінішке орай бүгінгі таңда біздің ислам діні жарықтағы халықты керісінше қараңғылыққа апарып тығатын сондай, былайша айтқанда, көп адамдардың жиіркенішін туғызатын дінге айналып кетті. Бұған біздің ислам дінінің ешқандай да айыбы жоқ. Бірақ сондай өтірік пәтуалармен, өтірік уағыздарменен оған айыпты мына бірінші кезекте фарисей имамдар бұлар мысалға. Біздің пайғамбарымыздың айтқан хадисі дұрыс, тозаққа ең бірінші кіретін осы имамдар деп, именно фарисей имамдар жайында айтқан негізінде бұл жерде. Сондықтан
менің айтайын дегенім, дін ешқашан мынау ақылға үкім айтпау керек. Мына ақылдың дінмен маталған жерінде ешқандай даму болмайды ондай жерде. Мысалға өздерің қараңдаршы, мысалға мына дінмен ауырмайтын мемлекеттердің бәрі даму жолына түсіп, экономикасы өсіп, қарыштап дамып кетті. Мысалға оңтүстік Корея, мысалға кезінде егемендік алғашқы рет осы демократиялық жолға түскен кезде территориясы кішкентай ақ, сол кездің өзінде 50 мың халқы бар мысалға. Біздің Қазақстан сияқты қазба байлығы мол емес, қазба байлық жоқ, нөл. Шаруашылыққа да қолайсыз, таулы аймақта орналасқан жер жаңағы территориясы. 50 миллион халқы бар, өте кедей, сіңірі шыққан кедей жағдайда тұрған халық мысалға. Бірақ соны олар алып шықты, мысалға Америкамен одақтас болды, қарызға ақша алды, Америкадан заводтар салды. Қазір біздің ұстап жүрген сотовый телефонымыз, мініп жүрген машинеміз, холодильнигіміздің бәрі сол Южный Кореядан келеді мысалға. Қандай қарыштан дамып кетті мысалға. Себебі олар дінмен ауырған жоқ та, көріп тұрсыңдар ма мысалға. Мысалға дінмен ауырмайтын Украина, Грузия, кеше ғана армяндар осы Азербайжандардың көршісі, Саркисян деген президентін қуып шықты мысалға, елден мысалға. Көрдің ба? Мысалға елінде осылайша әділдік орнатып жатыр да. Біздіңкілер мына патшаға қарсы шығуға болмайды, басқа қылуға болмайды, тәубе шүкір, жаңағы деген сабыр деген жаттанды сөздермен халықты отырғызып тастады, кәдімгі бар ғой мына жерге, отырғызып жерге тығып жіберді. Мысалға қалай осыны біздің адамдар көрмей отыр, айтсаң түсінбейді мысалға. Одан кейін жаңағы бір ойшылдың айтқан сөзі бар ғой, өмірде ең оңайы өзіңді өзің алдау дейді. Өмірде ең оңайы ол өзіңді өзің алдау. Біздің жігіттерге имамдар тек патшаға қарсы шығуға болмайды деп айтып жатқан жоқ қой. Қызға баруға болмайды, ұрлық жасауға болмайды, өтірік айтуға болмайды, арақ ішуге болмайды деп жатыр. Бірақ біздің жігіттер қызға да барады, арақты да ішеді, ұрлықты да істейді, жаңағыдай өтірікті де айтады, бірақ именно осы патшаға қарсы шығуға болмайды деген кезінде птахуға боқпала салады да біздің жігіттер. Міне өзін алдау деген осы, міне надандықтың көкесі бұл шын мәнінде. Ал жалпы біздің ислам дінінде патшаға қарсы шығуға болмайды деген ондай пәтуа жоқ негізінде. Мен оны қолмен қойғандай керек болатын болса дәлелдеп бере аламын дәл осы жерде. Просто оған мен уже 7 минуттан асып кетіпті. Мен енді уақыттарыңызды алмайын көп. Просто мына жаңағы діни дүбараның сөзіне қарсылығымды осылай білдіріп жатырмын да, мен мына жерде түсіндіріп айтуым керек халыққа мына жерде. Осыны білетін адам ретінде. Жаңағы Әбдіғаппар Сманов деген нөмір 1 фарисей бар біздің Қазақстанда. Соның айтқан сөзі бар. Жаңағы керек болатын болса Омар деген сахаба бар ғой кәдімгі. Біздің пайғамбар өмірден өткеннен кейін орнына Әбу Бәкір Сыдық келеді. Әбу Бәкір Сыдық 3 жыл ел басқарып болды, өмірден өтеді. Соның орнына Омар сахаба келеді. Сол Омар сахабаға мысалға жаңағы елдің алдына шығып, егер мен әділетсіздік істесем не істейсіңдер деп сол Омар сахаба солай айтқан кезде бір сахаба орнынан тұрып, жаңағы егер әділетсіздік істесең басыңды аламыз мына қылышпен деп қылышын жалаңдатып көрсетеді сол жерде мысалға. Сонда сол сахаба патшаға қарсы шығыпты ма, әлде басшыға қарсы шығыпты ма мысалға. Біздің дінде ондай жоқ керісінше. Біздің мұсылмандар қайтаға әділетсіздікпен күресетін болу керек еді. Жаңағыдай ар ұяты күшті болу керек еді. Жаңағы ақылы діннен үстем тұру керек еді. Жоқ, қазір барлығы кәдімгі діни дүбаралыққа айналып шыға келген, кәдімгі ақылдарын дінмен матап тастаған барлығының. Міне бұндай осындай қоғамға айналдық қазір. Міне бүгін енді Қытайға жұтылып кетудің алдында тұрмыз. Оны имамдар өздері де мойындайды керек болатын болса. Біз Аллаға да жақпайтын халыққа айналдық, бізге тіпті Алла да біздің сөзімізді сөйлемейді деп. Имамдардың өзі айтып жүр осыны мысалға. Оны мен де айта аламын. Шынымен де біз қазір Құдай тағалаға ұнамайтын халыққа айналдық негізінде. Бұндай халық жоқ болып кетеді жер бетінен, тарих бойынша негізінде жойылып кетеді. Қазір дүние жүзіндегі мына алпауыт елдердің бәрі осы Орта Азия елдері бар ғой. Соның ішінде біздің Қазақстанда бар. Осы елдер ең әлемдегі жойылып кетудің алдында тұрған елдердің біріміз негізінде біз. Бірақ оны біздің тобас қазақтар оны түсініп жүрген жоқ мысалға. Жаңа ғана магазинге шыққам, дүкенге. Барсам бір 12 жігіт па, 13 жігіт па, жаңағы ақырға жиналған қойдай боп, жиналып алғанда отырып карта ойнап отыр ана жерде. Оларда сенің еліңде болып жатқан лас саясат, оның біреуімен ісі жоқ. 5 баланың өртеніп кеткені, Қытай жерімізге Қытайдың кіріп жатқанымен шаруасы жоқ, карта ойнап отыр ақшаға. Бір-бірлерін атарға оғы жоқ мысалға. Міне осындай жағдайда өмір сүріп жатыр. Жігіттеріміздің бәрі өтірік жаңағы
көшенің түсінігімен жүр. Қазір нашаға отырып қалған қаншама жігіттеріміз мысалға. Оны тәрбиелейтін әкенің жағдайы анау, шешесінің миы жоқ мысалға. Сондай елге айналып кеттік бүгінгі таңда, өкінішке орай. Жақсы сау болыңыздар. Мен просто ең аз сөйлегендегі, тез сөйлегендегі уақытым өзі осы. Айтсам 1 сағатқа дейін айта беремін, уақыттарыңызды алмай ақ қояйын.